Подагра, яғни қиям дегеніміз не? Подагра артриттің бір түрі, бірақ айырмашылығы зәр қышқылының буындарға жиналуында. Көбіне аяқтың бас бармағы сіп, қатты ауырады. Бұл ағзада зәр қышқылы шамадан тыс көбейіп, буындарға қатып қалуынан пайда болатын ауру. Оны анықтау үшін биохимиялық қан талдауы жасалады. Негізінде, зәр қышқылы ағзадағы табиғи зат. Ол микробтармен күресіп, ағзаны тазартады. Бірақ ол көбейіп кетсе, керісінше зиянға айналады. Қан қоюланып, тамыр тарылып, қысым көтеріледі. Артық қышқыл буындарға жиналып, ісік пен қызаруды тудырады. Себептері: тұқым қуалаушылық, артық салмақ, ет пен алкогольді көп тұтыну, стресс, операциялар және кей дәрілердің ұзақ қолданылуы, сәулелік және химиялық терапия, созылмалы стресс пен жүйкенің тозуы. Негізгі белгілері: аяқтың башпайында ісік пен қызару, өткір ауыр